Құрметті көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі видео сіздерге толстянка, яғни денежный дерево, ақша гүлі, тиын гүлі деген гүлдердің обзор жасайын деп тұрмын. Өйткені барлығына көрсетіп, қандай ерекшелік және не істеу керек, қазіргі көктем уақытысында қалай өсіру керек, баклажкада тұрғаны қалай өсіп жатыр, отырғызған. Осы недавно екеуін бірге отырғызған ақ құмырадағы 2 ай бұрынғы гүлімнің нәтижесі қалай болып тұр, және осындай үлкен мамочкалы толстянка, денежный дерево гүлі өзін қалай сезініп тұр. Бұның барлығы қазір менде ауылдық жағдайда ауылдың күнін, суын ішіп жатып өсіп жатыр. Және де мына жақта осындай атроска алып қойған болатынмын. Бұл атроскаларды қалай алдым және не істеймін, бұны не үшін алдым кішкентай қылып, соның барлығына сіздерге анықтама ретінде видео түсіріп отырмын. Видеомның соңында сіздерге бұл гүлді үлкен тал қылып, осындай бонсай қылып, үлкен тал қылып өсіру үшін не істеу керек, қандай метод қолдану керек, соны айтатын боламын. Одан бөлек сосын жаңадан шығарып жатқан жапырақтарының түсін не үшін денежный дерево өзгертетінін айтамын сіздерге. Сосын бұл денежный деревоны осындай бонсай сияқты өсіру үшін мынау осындай бір бұтақты тал. Бұны білесіздер, жарты жыл бұрын маған қандай состояниеде жеткенін. Бұл гүл ауырып тұрды. Мына тақап қойған ағашты алып тастасақ құлап тұрды. Мыналар вообще таста емес, былжыраған қатты болып тұрды және жапырақтары мүлде жатыңқы, жаңадан шыққан ешқандай осындай побегтары, жапырақтары жоқ болатын. Бұл біріншіден. Ал 2 ай бұрынғы міне жергілікті осы Қазақстанда өсірілетін теплицадан алған сорты сәл басқарақ осындай денежный дерево гүлін алған болатынмын. Бұл осындай сіздерге сатқан кезде мен бір штугы 1500 теңге деген болатынмын. Мына осы тұрған мына екеуі, мына бөлек, мына жерде екеу тұр. Міне мынау екеуі түп бір бөлек, мынау екеу, мынау дәу біреуден екеу шығып тұрған түп бір бөлек. 1500 теңгеден сатқан болатын. Осы тұрысымен 3000 теңге болған. Сатылымға осылай шығарған болатынмын жеке-жеке 1500 теңгеден. Содан өзіме екеу алып қалып, осыны отырғызған болатын. Енді қараңыздар, соңында еще мынандай атроска алынды. Бұл атросканы осы үлкен мамочкадан алған болатын. Біз міне орнын көрсеңіздер, және жапырақтары түскен, міне срездар бар. Майдаларының барлығын алып тастап, мына жерден үлкен біреу, мына жақтан үлкен біреудің 2 атроскасы міне тұр. Осы талды мынандай биіктетіп, мыналай жоғары қарай бейтіп, мына тал тіп-тік қылып өсіру үшін мына майысып тұрған жерді либо сіз мына жерге осылай, мына бір жерге ағаш тіреп, осылайынан салып қойып қатайтып өсіресіз. Бірінші метод. Болмаса, осы күйінше мына жерде мынандай кішкентай деткасы тұр. Осы деткасынан сәл ілгеректе жапырақ тұр, жалғыз жапырақ. Осыны қиып алып тастайсыз да, осы екі ортадан қиып алып, мынаны атроска қылып отырасыз. Өйткені мынау ертең осылай қарай еңкейе беретін болса, мына тал жоғарылап өсуі қиындап кетеді. Біріншіден, денежный дерево өзі солай. Сосын екіншіден, мынандай қара түс пайда болатын болса, бұл ешқандай ауру емес, бұл күннен түскен ожог болып есептеледі. Бұл күн қаттырақ түсетін болса, мына жапырақты бүтіндей қара қылып сарғайтып түсіріп тастайды. Сосын айтайын дегенім, егер осындай ақпараттар қызықты болса, алдымен жаңадан келіп жатқан көрермендер болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, кез келген ой пікірлеріңізді жаза беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса сұрай беріңіздер, тағы да осы денежный деревоға байланысты. Енді қараңыздар, мына жерде мен не үшін бұндай түптерінде шыққан, ойдан осылай өстіп, мынандай, мына үлкен жерден алынған. Міне осылай өскен мына түптен, осылай өсіп тұрады, мына тал. Осылай алып қиып тастадым. Не себепті? Мынаның қарасаңыздар, міне жіп байланып тұр, өткен мына өте жапырақтарына жинайды, және мына стволына, ағашына жинайды суды. Егер мынаны өтіп уақытылы өстіп байлап істеп қоймасаңыздар, талға тіреп бұл құлайды және жатып өседі. Және формасын өзгертеді, ол кезде әдемі болмай қалады. Сол үшін байланып тұр. Екіншіден, мынандай неге түбінен жаңағы атроскаларды алып тастау керек? Ол дегеніміз, бұл гүлдің жоғарылап биіктеп, мына жағының ағаштың, даладағы ағаштың діңгегі сияқты қатты болып, жоғары жаққа зонт сияқты пышный болып өсуіне көмектеседі. Егер сіз мынандай майда түбінен өскендерді алып тастамайтын болсаңыз, мына осындай үлкен ағаш сыйлап өстіп қойып алып тастамайтын болсаңыз, міне қазір бір пример келтірем сізге.
Мысалы мынаның өзі сәл отросткаға алуға келген кезде мынаның өзін мен алып тастаймын. Оны алып тастамайтын болсаңыз, бұл гүл осыған күштерін жібереді де мына жаққа биіктеп өсіп, мына жақтағы гүлдерінің мынандай тамырларына күшін жібере алмай биіктеп өсе алмайды. Егер гүліңіз тез биіктеп тал сияқты болып өсіп, тиын сияқты қылып шашыраңқы жапырақтарын көбейтсін десеңіздер, мына түбіндегілерінің барлығын отросткаға жараған кезде, мынандай болған кезде аласыз да қиып тастап суға салып тамырлатып отырасыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына жаңағы айтқаным, міне осындай, осы иіліп тұрған, мысалы қараңыздар, мынау бір иіліп тұр. Мына жақта екінші иіліп тұр. Міне қараңыз, мынау үшінші, және мынау вообще жатып тұрған, бұл төртіншісі. Енді осы төртеуін қалай істейміз? Қазіргі таңда оны көрсетпеймін, уақыт өте келе сіздерге көрсетем, қай жерінен қалай отростканы дұрыс алып қию керек. Қазір сөзбе-сөз көрсетем, кейін Алла бұйыртса марттың аяғында мен ауылдағы гүлдерімді, өйткені ауыл қар, ызғарлы, салқын, ауылдағы гүлдерімді сіздерге мен марттың аяғында отырғызып көрсетем. Бұл ауылда тұрғаннан кейін қалай отырғыздық? Мынаны мен жаңа құмыраға отырғызу керекпін. Білесіздер, бұл гүл ауырып тұрған болатын. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, сілтеме қалдырып өтем, бұл гүлдің состояниесі қалай болып тұрғанын, және өзінің жағдайын қалай жақсы сезінгендігін. Топырақты қатты толтыруға болмайды, бірақ ауырып тұрған гүлдің барлығына осындай қалқандап топырақты толтырып отыра, ыңғайлы құмырасын ауыстырып отырғызамын. Осылай чисті ауылдың универсальный көң қосылған топырағы, таза, ешқандай универсальный топырақ, вермикулит, перлит, бананның қабығы, жұмыртқа деген дүниелердің ешбірі жоқ мынада. И мынада да солай, ешқандай универсальный топырақ жоқ. Міне жағдайы деген керемет өсіп келе жатыр. Росты мына төрт жапырақ болмай тұрып, маған келген отростка болып, мен жаппай сатқанмын бұларды, өзіме осы екеуін алып қалған болатын. Мынау кішкентай және мынау үлкендеу, екеуінің қайсы ростынан жақсы болып өніп кететінін көргім келді. Қандай росты алу керек келесі ол гүлді, оны да эксперимент ретінде өзіме қалдырдым. Осындай ақ құмыраға және осындай тесіктер қылып өстіп қатты толтырып отырғыздым. Енді бұл гүлдің результаты түбінде осындай деткалар оянып келе жатыр. Бұл бір. Мен мынаны бонсай ретінде жасайын деп, мына қиып тастаған сияқты, міне мынаны да қиып биіктеуіне көмектесіп жатырмын. Енді мына қызыл түс дегеніміз толстянка гүлінде неге осындай жапырақтарында және өзінің осындай ағашында қызыл түс пайда болады? Ол күннің жетіспеушілігінен, жарықтың жетіспеушілігінен болады. Мынау менде шеткерек тұр. Мына құмыра өзі бұрышта тұр. Мынаған ғана күн жетіп тұр да, мынаған күн жете алмай тұрғандықтан, сондықтан мынау қызыл түске еніп тұр. Мынау толық күнге жетіп тұр, бірақ арғы беті қарап тұр да, күнге. Көрдіңіздер ме? Арғы бетінде ешқандай қызылдар жоқ. Ал бергі бетінде қызылдар бар, өйткені бұл сигнал күн жетіспей тұр деген сөз. Мәселе, күн жетіспей тұрса да бұл гүл бірақ қарамайды, өсе береді. Жарық жерде күн түсетін жарық терезенің алдында тұрса болды. Енді үшінші мендегі мынау ауырып тұрған гүл, бұның мынандай неге сары жапырақ шығарады? Бұл топырағының ескіргенінің белгісі. Өйткені 6 ай болды бұны отырғызғанымызға, байлағанымызға ешқандай тиіспей, қараңыздар, міне осындай деткалар оянып келе жатыр. Почти барлығының үстінде осындай қызыл қоңырқай, осындай сары өсіп келе жатыр. Міне қараңыздар. Қазір бұның түсінің өзгеруінің өзі маған жаңалық болып тұр. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл гүлге тиіспеймін. Осылай қалады. Бұны да марттың аяғында үлкен құмыраға ауыстырамын. Жаз бойы үлкен тал бонсай қылып өсіретін боламыз, Алла қаласа. Және де бұның барлығының төменгі жағынан осындай жапырақтардың барлығын алып тастағанмын, әдейі талғып өсуіне бейімделсін деп. Міне, осы гүл осылай. Және де баклажканы тек міне тамырларын көрдіңіздер ғой, қабырғасына қалай өте керемет өсіріп жатыр. Енді мен сіздерге былай айтамын, осы жерде жаңалық айтып өтейін. Мына жаңа жапырақты шығарған сайын астынан жаңа 1-2 тамыр шығарады. Бұл біріншіден. Сосын бұны қалай көп суару керек? Суын так-так мынаған жинайды ғой, бірақ бұл доллар сияқты ұзақ сусыз тұра алмайды, біріншіден. Екіншіден, мына жапырақтарына су жинаған кезде біраз уақыт, мысалы 1-2 аптаға кетіп қалдыңызда су құюды ұмытып кетсеңіз, бұлар жапырақтарын скручивать етіп мынандай қылып тастап тастайды. Міне жүп-жұқа, міне вялый трапка сияқты болып қалады.
ал мынаны өйтіп істей алмайсыз, бұл қатты, бұған жеткілікті деңгейде су барып тұр деген сөз. Мынау бейімделу барысында осындай сусызданып қалып дұрыс өсе алмай қалғанның белгісі. Бұл гүлді ары қарай мына жерде бір тал тұр, мынау бір тал. Осы талдың бойынан мына жақтан да, мына жапырақтан да, мына жапырақтан да, мына жапырақтан да, мына жапырақтан да, барлық жапырақтың астынан осындай, мына жапырақ тұр ғой, осының үстіне шығарған ғой, мынау тал сияқты. Осындай тал сияқты үстіне шығарған қаласаңыздар, мынандай тиын сияқты шашырап керемет өскенін қаласаңыздар, тура осы қазіргі мезгілде мына енді шығарып келатқан мына кішкентайлары бар ғой, мынандай кішкентай жапырақтан қолыңызбен аласыз да, бүйтіп тырнағыңызбен жұлып тастайсыз. Міне. Өйстіп топырағына тастай саласыз, бұл шіріп өзі ары қарай қалады. Мына жер осындай қалады. Бұны қиғаннан кейін қараңыздар, мына жағына жапырақтардың астының барлығына осындай шығаратын болады. Бұл атроска шығару және көптеп өсіру методы деп аталады. Міне көрдіңіздер ме? Бірнешеуін мен қиғанмын, содан кейін осындайлар шықты. Бұны бір ай бұрын жасағанмын. Енді қараңыздар, міне мына жақта бір кішкентай, тағы бір көрсетейін. Міне. Өстіп түбінен қиып тастайсыздар, болды, онда тұрған ештеңе жоқ. Одан гүл ауырып қалмайды. Міне осындай кішкентайлардың бәрін алып, өстіп тастай бересіздер, болды. Енді мына жақтан қалай істейміз дегенде, бұл сортынан да осылай жасауға болады. Бірақ мына үлкенірек қып ашылып кеткеннен кейін үлкендерін тиіспейміз де. Міне үлкен ашылып кеткен. Ашылмай енді шығарып кеткен жапырақтарын ғана аламыз осы сортынан. Жапырағының сортын көріп тұрсыздар, иә? Мынанікі сопақ-сопақта, бұның жапырағы осындай томпақ-томпақта, мынанікі олай емес, ұзын шалап келеді. Даже жаңадан шығарып жатқан жапырағының өзін ұзын шалап шығаратын болады. Негізі сорттар бірдей, просто сәл басқарақ разница бар. Мынанікі, бұның сорты, бұл кішкене нағыз тиын сияқты өсіретін. Қараңыздар, домалақ өсіреді. Кейін бұл үлкейген кезде уже домалақтың үлкені болады. Мыналар уже кішкене сортынан сопақтау. Міне қараңыздар. Осы методта айтайын деген, мынандай міне майда, мынандай кішкентай майда нелерін өстіп қолыңызбен алып, әрқайсыдан өстіп қиып тастайсыз. Мынадан шығарып кеткен жаңа жапырақты, міне. Қайшымен қисаңыздар да болады, енді маған қолыммен ыңғайлы. Мен просто көзіммен көремін де, мына жағында жауып тұр екен деймін де, осы көктем уақытында алдын ала өстіп қиып тастаймын, болды. Ары қарай әдемі өседі. Мынаған тиіспейміз, өйткені бұл стресстен шығып тұр. Және де осылай жапырақтарын не үшін сарғайтып былай светін ашып тұрған, мен эксперимент жасап жатырмын және ізденіп жатырмын. Алдағы уақытта сіздерге осылай бөлісетін боламын. Тек айтайын дегенім, осылай тал сияқты өсіріп, әдемі бейімдеп алып кету үшін, міне, мынау да ауырған гүл, мынау бейімделу ретінде, атроска ретінде келген гүл. Мынаның атроскасы, міне, мына жақта осының атроскасы. Қараңыздар, өте керемет результат деп ойлаймын, меніңше. Осындай гүлдеріңізді өсіргілерің келсе, бірінші мақсатта сіздер бұған күн беру керексіздер. Шын айтам, күн. Тігінен түсетін емес, бірақ күн қажет етеді, шынымен. Жарықты өте қажет етеді. Екіншіден, суару режимін өте қатты сақтау керексіздер. Мысалы, мынаны айына 1 рет. Мынаны аптасына 1 рет, мынаны 2 аптада 1 рет суарам. Осындай. Осы 3 түрлі, бір түрлі гүлді тиын сияқты, бірақ 3 түрлі құмырада отырғаннан кейін 3 түрлі методпен суару керек. Неге? Оның тамырына байланысты. Сосын тағы бір айтып кететін нюанс, мына жақта жаңадан шығарып жатқан тамырлары көп, значит, мына гүлдің тамыры көп деген сөз. Бұл суды көбірек ішеді. Бір құйған кезде шылқылдатып құйып ағызып жіберсеңіз болады. Мынау да сондай жапырақтан шығарып келеді, бірақ мына жаңа тал сияқты емес, үлкен емес, кіші енді шығарып келатқаннан кейін бұған жартылай 50% қана қатты астынан ағызып жібермей құясыздар. Ал мынаған вообще 30% ғана болды. Өйткені бұл жапырақтарын енді шығарып, мына жақта тамырларын енді развивать етіп келе жатыр. Бар айтайын дегенім осы. Ақпарат ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, сіздер талстянка гүлдеріңізді қалай өсіріп жатсыздар, күтімін қалай жасайсыздар, және осындай жапырағын қиып тастау методын кім жасап жүр, одан результатты қалай көріп жатсыздар, барлығын маған айтып бөлісіп отырыңыздар. Бұның барлығы маған маңызды және қызықты. Сіздердің пікірлеріңіз маған WhatsApp-қа да көп адамдар күніне 10-20 адамнан WhatsApp-қа кері байланысқа шығады, комментарийға жазатындар қаншама пікірге. Оның барлығы нәтиже көріп отырған кісілердің маған айтып жатқан ақпараттары. Мен оған қуанамын. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.